Ол оппозициялық қозғалыстардан немесе революциялық топтан шыққан саясаткер емес, керісінше мемлекеттік басқару жүйесінің барлық негізгі сатыларынан өтіп, біртіндеп билік элитасының жоғары эшелонына көтерілді. Ол премьер-министр қызметін 13 жыл атқарып, кейін президент атанды. Айтып отырғанымыз Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиев. Биыл оның мемлекет басшысы атанғанына 10 жыл толады. Осы уақыт аралығында көрші елде не атқарылды, қандай қателіктер жіберілді, нендей жетістіктер бар, талқылаймыз. Шавкат Мирамонұлы Мирзиев 1957 жылы 24 шілдеде Өзбекстанның Жизақ облысында дүниеге келді. Ташкентте инженер-механик мамандығы бойынша білім алды. Еңбек жолын жоғары оқу орнында ғылыми қызметкер ретінде бастады. Кейін мемлекеттік басқару саласына ауысып, аудандық және облыстық деңгейдегі әкімшілік қызметтерді атқарды. 1996 жылы Мирзиев Жизақ облысының әкімі болып тағайындалды. Арада 5 жыл өткен соң Самарқанд облысын басқаруға жіберілді. Самарқанд Өзбекстандағы ең ықпалды өңірлердің бірі саналады. Сондықтан бұл қызмет оның саяси мансабындағы маңызды кезең болды. Дәл осы жылдары ол елдің тұңғыш президенті Ислам Каримовтың сеніміне ие болған кадрлардың қатарына енді. 2003 жылы Мирзиев Өзбекстанның премьер-министрі болып тағайындалды. Ол бұл қызметті 13 жылдан астам уақыт атқарып, Каримов дәуіріндегі ең ықпалды шенеуніктердің біріне айналды. Ол кезеңде премьер-министрдің дербес саяси салмағы шектеулі болғанымен, ел экономикасын басқару, ауыл шаруашылығы саясатын жүзеге асыру, өңірлерді көтеру ісінде шыңдалды. Шаруақор саясаткер ретінде қалыптасты. Премьер-министр ретінде ол негізінен ауыл шаруашылығы мен инфрақұрылым салаларына назар аударды. Өзбекстан экономикасында мақта өндірісі мен аграрлық сектор маңызды рөл атқарғандықтан, үкіметтің негізгі күш-жүгері осы салаларды қолдауға бағытталды. Дегенмен бұл кезеңде Өзбекстан жабық экономика ретінде қалып қойды. Елде валютаны еркін айырбастау мүмкін болмады. Еңбекке жарамды ер азаматтар шетелге еңбек мигранты ретінде ағылды. Ал шетелдік инвесторларға біраз шектеулер сақталды. 2016 жылы Өзбекстанды ұзақ жылдар бойы басқарған Ислам Каримов қайтыс болды. Оның өлімінен кейін билік транзиті мәселесі күн тәртібіне шықты. Көптеген сарапшылар ел ішінде саяси күрес басталуы мүмкін деп болжаған еді. Себебі президенттік орынтаққа 59 жасар Мирзиев пен 72 жасар арнайы қызмет басшысы Рустам Инаятов таласады деген ақпар шықты. Бұл текетіресте Мирзиев жеңімпаз атанды. Каримовтың өліміне қатысты көңіл айта келген мемлекет басшыларын тек өзі қарсы алып отырды. Яғни келесі басшы ретінде өзін көрсете бастады. Көп өтпей президент сайлауында жеңіп шықты. Президенттік қызметінің алғашқы жылдарынан бастап Мирзиев бұрынғы саясаттан бірқатар бағыт бойынша алшақтай бастады. Ең алдымен еліндегі саяси тұтқындарды босату процесін қолға алды. Атышулы жасылық түрмесін жапты. Сыртқы саясат өзгерді. Каримов кезеңінде Өзбекстан көрші мемлекеттермен салқын қарым-қатынаста болған еді. Ал Мирзиев Қазақстанмен, Қырғызстанмен, Тәжікстанмен және Түркменстанмен байланыстарды жақсартуға басымдық берді. Барлық көршісіне өзі мемлекеттік сапармен барып, ара қатынасты жақсартты. Бұл әсіресе өзбек-тәжік қарым-қатынасында байқалды. Сондай-ақ Қазақстанмен қарым-қатынасты дамытуға кірісті. Сауда көлемі 10 жылда 2,5 есе артты. Егер 2016 жылы сауда айналымы 2 миллиард доллар болса, былтыр 4,8 миллиард долларға жетті. Екі ел арасында өнеркәсіп, көлік және логистика салаларында бірлескен жобалар іске қосылды. Қазақ-өзбек қатынасының жақсаруы Орта Азиялық интеграцияны жеделдетті. Президент Мирзиев біршама экономикалық реформа жүргізді. 2017 жылы ұлттық валютаны еркін айырбастауға мүмкіндік беретін шешім қабылданды. Бұған дейін ресми және бейресми валюта бағамдарының арасында үлкен айырмашылық болған еді.
Валюта реформасы кәсіпкерлердің жұмысын жеңілдетіп, шетелдік инвесторлар үшін қолайлы жағдай қалыптастырды. Кейінгі жылдары шетелдік инвестиция көлемі айтарлықтай өсті. Халықаралық қаржы ұйымдары Өзбекстан нарығына қызығушылық таныта бастады. Энергетика, өнеркәсіп және инфрақұрылым салаларына миллиардтаған доллар инвестиция тартылды. Өзбекстан 2024 жылы алғаш рет инвестиция тарту көрсеткіші бойынша Қазақстанды басып озды. Шетелден Өзбекстан 2,8 миллиард доллар, Қазақстан 2,5 миллиард доллар тартты. Халықаралық банктерден қаржылай қолдау табу бойынша да көрші Өзбек елі алға шықты. 2025 жылдың қорытындысы бойынша мұндай институттардан Өзбекстан 4,9 миллиард доллар алса, біздің елімізге 1,5 миллиард доллар бұйырды. Яғни бізден 3 есе көп қаржыға ие болды. Мирзиев кезеңінде мемлекеттік бюджет көлемі де өсті. Елдің жалпы ішкі өнімі бірнеше жыл бойы тұрақты өсім көрсетіп келеді. Ол билікке келген 2016 жылы жалпы ішкі өнім 97 миллиард доллар болса, биыл 180 миллиард долларға жетіп қалды. Халық санының артуына қарамастан кедейлік деңгейін төмендетуге бағытталған бағдарламалар іске қосылды. Ташкент Сити секілді ірі жобалар арқылы халық жұмыспен қамтыла бастады. Қысқасы, экономикалық өсім айқын көрінді. Алайда Мирзиев қызметін тек жетістіктер арқылы бағалау дұрыс болмас. Оның саясатына қатысты сын пікірлер де аз емес. Біріншіден, саяси жүйенің негізгі сипаты өзгерген жоқ. Бар билік бір адамның қолында. Елде оппозициялық партиялардың ықпалы жоқ. Мемлекеттік шешімдер тек орталықта қабылданады. Ашық сын мінге рұқсат етіле бермейді. Бақылау, қадағалау жүйесі күшті. Екіншіден, сөз бостандығына кепілдік жоқ. Мирзиев билікке келгеннен кейін медиа кеңістігі белгілі бір деңгейде ашылғанымен, тәуелсіз журналистер мен белсенділерге толық еркіндік берілмеді. Кейбір халықаралық құқық қорғау ұйымдары Өзбекстанда азаматтық қоғам институттарының мүмкіндіктері шектеулі екенін айтады. Сөз бостандығы индексінде Өзбекстан 148-ші орында, яғни қатаң цензура бар деген сөз. Егер осы жетістіктер мен кемшіліктерді қатар салыстырсақ, Мирзиевтің тарихи рөлін жоққа шығару қиын. Ол Өзбекстанды халықаралық қауымдастыққа анағұрлым ашық мемлекетке айналдырды. Экономикалық реформалар арқылы елін инвестициялық тұрғыда тартымды етті. Көрші елдермен қарым-қатынасын жақсартып, Орталық Азиядағы ынтымақтастықтың жаңа кезеңін бастауға үлес қосты. Ал келешекте Өзбекстан қандай мемлекет болмақ? Орталық Азиядағы ықпалы арта түсе ме? Қазіргі саясат сақтала ма? Президент үлкен қызы Саиданы жоғары лауазымды қызметтерге тағайындау арқылы үлкен саясатқа әкеле бастады. Өз орнын қызына қалдыра ма? Бұл әзірге жауабы жоқ сұрақтар. Оны уақыт еншісіне қалдырайық.